Енді бірінші жол көріп отырмын. Ала. Kana? Endi bu kirini tashqi. Endi bir joy. 40 yaşında, 64 yaşında, 64 yaşında. Hadi yapalım. Peygamberlerden almıyor. Аябай кубанып атабыз. Рахмат ушунчалык балдарыбыз бар экен. Элибиздин улчу курук эмес экен. Жакшынакай балдар кыздарыбыз силерге ийгилик каалайт. Кудайым берекелүү өмүр берсин. Өмүр берсин. İşinlerge rivaj versin. Hiç kan bozmogula. Önü ösüp yürü vergile. Kırgızistan'ı ödüyorsun, gül dörsün. Rahmat. Kıç bolgula. Rahmat. Allah razı olsun. Rahmat. Rahmat. Tinchlik bo'lib tursa, stabillik bo'lib tursa, bundan Rahmat yeğenim, kan bolma. Ekonomika o'saveradi, ellikka o'sha yaxshilaveradi. Kıç bolgula. Башыңа таштап Mayli, rahmat. Rahmat, yaxshi. Rahmat. Ba'zi şartlar tuzumda yaxshi. Заманбап аппаратуралар менен камсыздалды. Bu yerden birinci projemize geldiğinde şu kabinete girecek. Bu yerden Zamanbap müziğine tekşerilir. Balanın hastanesi tekşerilir. Sıcakta uğraşlar olarak. Eğerde bu yerden asma bu krestadan oturulur. Asma oturulursa. Bu yerde 6 bölümleri var. Bu жаңағыдай нормальный физиологический природа болғанда, шундай многофункциональный кресла отыру керек. Болады, içine girip oturup азыр учурда баягы кейбир ыкмалар бар. Кейбир аялдар каммактуу жоқ. Ар кандай ыкмалар бар, нормальный физиологический природа болгондо. Немede onun içinde var, vanna. Vannada su var, var mı? Ama bu uzakta sanırım böyle. Reanimasyonun stolda koy, onun kaçağına örülgöndür. Onun matrası da cıvılık gerek, uzaktan da cıvılık gerek. Bu yerden vitamin D ödüyor, tekrar işte sarmış koltuğu. İlk bizim takviyetlerde çenek var, temperatürünü uzakta prikravati monitör koyuyor, hazırda koyuyor. Salmamız lazım, orada elektronda yasıya sağlık durduğu bu kadar yok. Катя такая Bunun cüreğin soğuşu var, yani radyonda parok sesini ötürüyorsa anıtalaşta bu. Bir momentte kaç yılın kavga olmasın? 31 momentte 6, paralel rodlu bozulu, sutkasına 6 ayımızın kalmasa 36 rodlu sutkasına kalmasa. Sutkasına 36. Sutkasına 36 töreğin degende olmalı. Bu yerde törek bütkönden keyin dinlemenin mala çoğu yerden 2-3-4 gün şu yerde özüne kavuluna gelip 4, yani 3 nömerlik var. Her bir palatada sanuzul var, tuvaleti bilen. Bucakta da kavuşunday. Bucakta tuvalet. Arkayına tuvaleti var. Duş çoğuken de. Duş ve bir Душ буcak. Врачка қолдан жуу, перчаткаларын кийип, аяктарын кийип, маскаларын кийип, операционныйдан келишет. Бул айтып кеткендей, бүт органдары жагы бул наркоз бере турган оборудование, дыханиясы трубкалары менен наркоз бергенден кийин иштеп атат. Искусственный дыхание менен камсыздоочу оборудование. Бул немецкий ватор. Ой, китайский ватор деген оборудование. Бул жерде патологияда атайын система, лабинар подготовка бар. Аварны тазалайт и обязательно микробтардан именно ушу операционный полега тап-таза бар дейт. Бул аябай уникалдуу система. Бул болсо бул да уникалдуу жабдуу. Роженицанын
жерге алып келіп жатырсыздар. Buдағы мұнтайлар егерде жаңағыдай 2,5 килограмм шейін төлеп қалса, мен алып ушул отделенияға келетін ушул жерден 2,5 килограммға чейин жерде бағалайды. Içinde бүт давлениясы ченей тұрған аппараттарының іштекендер. Бар подключать етілейін. Сыртынан қарап. Жүректің соғышын, кислородтың бүт данныйларды монитор көрсетеді. Оперативный УЗИ аппарат. Одағы мына передвижной, егерде керек болғанда, оның қайдындағы, ененіңдағы заранее состояние, қимылы, активностьтары. Бұл жерде де реанимациялық столиктер бар, инкубатор, ИВЛ аппараттар, бүт мониторлы, реально және Районға қойшымыз керек екен, район düşünüyoruz. Bunlarda yapılan animasyası хирургтар жаққа кіреді. Бұл жақта раздевалка шешіліші. Бұл жерде туалеттер бар. Бұл жерде одновременно екі операция жасап болады. Бұл жерде кесарево сечение физиологически болмағанда. Бұл жерде де дыхательный наркозный аппарат. Автоматически егерде мұрын жаңағындай наркозды инеменен мысалы үшін ақырын сайып дозасын анестезиолог өзі қылса, азыр бұл автоматически уақытысын бересің, 15 минутада мындай дозаны кіргізесің деп тұрып, бұл жағынан дыханиясын қамсыздап береді. Бұл болса, ушул аппарат іштеш үшін өзін кислородный генератор деп қойды. Бұл жерде дефибриллятор, егерде қоқыстан аяқтың жүрегі тоқтап қалса, дефибриллятормен қайық жүргізіп қойса. Өзіңіздің хирургтар бар ма операцияға алып Бар. Реанимациядан шыққандан кейін ушул жаққа жатқызылып, рождестволар. Бүттен мониторлары бар, врачтар болса, врачтар терезе жартылды, мониторды қарап, Самый последний модель оборудования. Детская больница. Bu жақ детский больница. егерде травмалар, бұзу қолысыны болса, напротив тренинг бар, егерде манипуляция керек болса, ушул жерде жерден көрсетіліп, үйге жүреді. Обучение минимальный, денсаулыққа зыяндуу почти жоқ. Стеналары бар екенен обработка қылған, защита сайылған, цифровой бұл жерден принтерден снимок шығады, азыр пленка емес, қағаз Снимать Даларында хирургиялық балдар емес, терапевтический да балдар бар. Ойнап бір-бірімен танышып, больницаға ішіне қой больницалардан келіп ойнап. Гастро, мысалы үшін баяғы жұтып тұрып, қазанның ішінде, жылан 12 шейге шейін кіргізсе болып, язва, эрозия, гастриттің барын анықтайды. Қанның биохимиясын 26 анализін өзі жасайды, пробиркаларға салынады. Турецкий больницада жоқ ошондай екен. Бұл автомат технический. 5 минуттан шығады. Бұлар чоң көттерген екі көттерген. Көкөттен бірдей, иә? Бірдей грузовой жетті. Койкалар толығымен батып Құт болсын мынакей мекемеңер эми. Эң акыл күлгүдөгү аппараттар менен камсыз болуп тур мына. Япониянын, Германиянын дегендей. Жакшылап колдонгула эми.
жакшылап колдонгула, жакшылап балдарды дарылагыла. Балдар биздин келечегибиз, билесиздер. Ошондуктан эми балдарды жакшы карашыңар керек, жакшы иштешиңиздер керек. Бул жерде башка жакта региондордон, Бишкектен жана башка региондордон келип иштеген урачтемелерге, ушу персоналдарга ар бирине мына сиз өзүңүз айткандай ипотекадан үй камсыз беребиз. Жалалыктан, сузактан. Өзүңүз алып келген эки эмени берип койсоңуз. Главврач. Мынакей, кут болсун. Дагы бир жолу. Кут болсун мекемелер, төрөт үйү, балдар үйү деген. Мына биз балдар биздин келечегибиз. Ошондуктан мынакей жакшынакай кылып колдонуп ушуну. Төрөт үйүн дагы колдонуп, бул бир эле район эмес, эки райондун ортосунда кызмат кылса болот экен да. Мен жанагы сөзүмдү айтып өттүм го, мурда билесиздер, азыркыга чейин деле тапкан ташынганын катып Дубайга алып барышат, Москвага алып барышат, башка жакка катышат ошентип. Булар болсо тескерисинче тапкан ташынганын салып элге берип атат. Элде болсо анан бизде болот. Бардыгы ушундай принципти кармансаңыздар жакшы болот эле биздин байларыбыз бар. Алла разы болсун. Рахмат. Алла Тааланын назарында болуңуздар. Элдин баары сиздерге бүгүнкү күндө ыраазы, келечеги муун болгон ушул жерден эли журтка мамлекетибизге кызмат кыла турган эр азаматтар төрөлүп 8 миллион, 9 миллион деген сандар көбөйтүшкө Аллахтын насип этсин. Жүзүңүздөр жарык болсун, ишиңиздерде ийгилик болсун, эң негизгиси тынччылык, мамлекетибиз аман болсун.